Қазір сразу нені салып жіберді. Сал, уже нетіп бара жатыр. Ойбай. Йо-майо! Сәлем достар! Сіздермен бірге Puzzle Life арнасы. Менің есімім Али. Ал менің есімім Аділ. Өткендегі видеода Әділ сіздерге үлкен шоу көрсетті. Ал бүгін Әділ екеуміз сіздерге сол видеоның екінші бөлімін, сол тауарлардың екінші бөлімін көрсететін боламыз. Бүгін бізде мына жерде осындай коктейль бар, қытайлық коктейль, пастила, мынандай хого деген өзі әзірленетін рамен және рисовый печенькалар. Қарасаңдар қандай үлкен. Ал енді бастайық. Так, мына печеньканың несі, упаковкасы прям үлкен болып тұрғандар. Мынандай үлкен. содан бастайық па? Содан бастап көрейік. Но немене коктейль дедім да? Просто осы тауарларды осы жолы Әділ өзі барып алды. Мен бара алмадым. И содан мен қызығып отырмын да. Реально коктейль ме? Достар, короче, пластик өткен видео көп лайк жинады. Міне екінші бөлімі шығып тұр біз уәде бергендей. Және осы видео тағы да көп лайк жинайтын болса, біз осы қытайлық тауарлардың әлі екеуміз үшінші бөлімін түсіретін боламыз. Ну, давай енді мынаны көрейік енді. Барлығымыз көріп тұрмыз. Ішінде не бар екен қарадар. Мынандай печенькалар ішінде. Соны көрініп тұрғандықтан соны бастайық. Қазір тұр, Али, ашпай қойып тұр. Али оны білмейді, Алиге бірдеңкем бар. Өткен видеоға Алиге қалдырып қойғам. Осындай соевый төрт бұрышты жеп көрші. Жігіт сөзін беріп тұрмын саған. Ол жаман емес. Мен оны кәдімгідей алып. Специясы ғана бір түрлі маған жоқ шыны айтамын. Өткен видеода болмаған жақсы болды. Өйткені Бәрі сондай болды ма? бәрі сондай болды. Аузым шайып келейді. Бар. Уже құса бастады да. Мен ол. Мен поездиға вкусно болады деп ойладым. Мүмкін маған оннан жұмсақ болып тұрғаны ұнамай тұр ма? Хорошо, что өткен видеода. Мүмкін сен қалтаңда жатқаны ұнамай тұр ма десең не? Так, қараңдар мына жерде. Ароматный кролик метаванзы дейді. Снежный рис. Ксюэми бинг дейді. Так, міне ішінде міне осындай печенькалар екен. Прикольно, ішінде 2 штучка. Может, бір-біреуден мына жерден аламыз. Просто қазір дайма тоже бір түрлі болып қалса. Алиге осы барлық дәмдер бір түрлі болып қалады екен достар. Брендингі прикольный. Мынандай, менің ойымша даже бар ғой, дүкенде кішкентай осындай үлкен пачканы ашып қояды, мынандай поштучно сататын шығар. Ух ты! Но бір какой-то бір тәтті бір зат қой деме, сыртында. Тың! Что? Дәмі білесің бе не сияқты? Өте таныс. Попкорн емес, қазір. Кішкентай кезімізде мектептегі столовыйда не сатушы еді ғой? Стаканчик, ішінде мынандай рис. Иә. Анандай нені үлкейтілген воздушный рис. Воздушный рис, иә. Достар, кім бірінші қазір бізді көріп тұр, біз осы өзіміздің шоуларымызда бағаларды тағамдыр былай және былай береміз. Осыған қалай берейік? 1, 2, 3, былай. Так, келесі осындай пастиланы көрейік. Пастила прикольно. Синьцзяньда істелінген. Синьцзянь деген ол қазақша шонжы. Шонжы ол жерде қазақтар көп тұрады, ұйғырлар көп тұрады. Ұйғыр қызы салынған сияқты. Ұйғыр қызы ұқсайды. Отдыхып шығып кетті жаз. Так, изюм блюдо синьцзяня дейді. Изюмнан жасалынған пастила, прикольно. Изюм дегенде виноград деген осы ғой. Изюм. Давай ашып көрейік. Мына жерде зиплок пакет екен. Мына жерде біз былай ашамыз. Иісі. Иісі. Анандай варенье сияқты, иісі? Тура варенье сияқты. Міне осындай пастилкалар. Міне қараңыз достар, ішінде осындай пластинкалар жатыр. Міне қандай ерекше әдемі. Былай жеке болып бөлінген. Мінекей. Көрейік. Опа. Китайский тәтті заттардың жаман дәмі болады ғой? Ондай вообще. Ондай вообще жоқ. Натуральный. Варенье сияқты еп, өте күшті. Прям таза табиғи неден жасалынған, иә? Анандай китайшының дәмі сезілмейді былай, қысқаша айтқанда. Уйғурский пастилаға біз қандай баға береміз?
осындай. Так, мынау не бәле, мынау мені қызықтырып тұр. Оны қалай дайындалатынын түсінбедім, бірақ алған кезде карамельный коктейль деп тұрды. Ал енді ашып көрейік. Опа. Так, сырты прям анандай пластиковый стакан деп айта алмаймын, бірақ кішкене сапасы аз стакан сияқты. Осындай бір зат бар. Осындай, мынау трубочка, скорее всего, иә мынау? И мынаның ішінде мынау немене? Ну, желе ма? Ну, карамель ғой деймін. Короче, мынаның ішінде, достар, су. Судан басқа түк жоқ. Қайдағы жоқ заттар бар екен. Мынау порошок. Короче, мынау чайно-молочный порошок, скорее всего, а мынау тәтті, бато деймі сол. Сес тұрсын ма? Иә. Нифига себе. Көштісіна. Қандыршы. Короче, саны салып көрейік ішіне, иә? Ой. Не деген иіс, не деген аромат мынадан шығып тұр. Салдым, короче, мынаны. Мынаны құю керек енді, иә? Ну-ка. Қара. Ішінде жидкость та бар екен, мынандай желешка да бар екен, қарасай. Мынау анандай чайлар болады ғой? Иә, сол несі ғой. Ох. Күшті, анандай печенье, карамель, ванилин. Несін трубочканың түрінде. Ох, нифига себе. Мынандай телескопический трубочка екен. Мен өмірімде бірінші рет мынандай трубочканы көріп тұрмын, достар. Суды құйып көрейік, иә? Қай жерге дейін құятынын даже мен білмеймін. Походу, каждый кім қай жерге дейін ішеді, сол жерге дейін құяды. Сезіліп тұр, түбінде көп анандай нелер әрбір. Штучкалар бар ма жаңағы? Иә. Былай сыртынан қарасаң, 3 в 1 кофе или чай болады ғой, сондай сияқты болып қалды. Араластырылғанша араластырдым. Мына жер тартылу керек. Опа. Многофункциональный. Мен наоборот, мына жағын сырттан ету керек қана. Жарайды, осылай бола берсін. Ал көрейік тәмін. Сен көр. Давай. Молочный коктейль. Күшті ғой, дәмді ғой. Бұны білесің ма қалай істеу керек? Тема. Бұлай аласың. Тема. В общем, мына екі компания бір-бірімен коллаборация істеу керек. Қосылып, мынандай бірге шығару керек. Себебі бір-бірімен өте қатты сочетаться деп. 1, 2, 3. Не былай. Бүгінгі видеода барлығы былай болып жатыр. Иә, мынаны үшеуі де бәрі сондай. Қытайлық тәтті заттар прикольный екен, иә? Сондайлар табу керек. Көп лайк болса, біз тауып аламыз көп қызықты заттарды. Тек қана қытайлық емес, кореялық, жапониялық, азиатский заттарды тауып береміз. Бізде қазір Хого деген осындай рамен. Мынаның упаковкасы прям ауырлау екен. Салафанын шешіп тастадық. И мне мынаны енді мына жерден ыстық нені ауа шығады екен. Так, ішінде не бар екен? Көрейік. Так, мынау бізде көкөністер, е? Қаршы, картошка бар, водоросли бар, мынау тағы бір редька ма, бір бәле, е? Өзінің основасы ғой деймін бе? Основа емес, мынау қараса бір ішіндегі лапша ма, бір бәле. Мынау қайнайтын нәрсе, е? Так, палочкасы бар. Ашы основасы бульонның. И көп зат бар екен. Разогревающий элемент. Көп зат бар екен ішінде. Мынау бізде көкөністер, ішінде ана прям жұмсақ екен ғой мынан. Ал мынау бізде осындай лапшасы ішінде жатыр. Мындай рамендарда немесе доширактардағы сияқты емес, кішкене анандай кеспедегі сияқты, е? Одан кейін осындай приправасы бар. Сонда, короче, получается, мына жерге де су құямыз, білесің бе? Иә. Точно лапша ғой, сонда получается. Лапша ол. Лапша. Кескен кезде прям ішіне ауа кіреді ғой, пытс деп. До того вакуумированный затта бұл. Қараңыз. Мына тура ашлян фудың лапшасы ғой, е? Келесі көкөністер. Так. Какой-то прикольный. Ну-ка. Алма, мынаның ішінде не бәле? Есі бір түрлі болып кеттім.
какой-то бір мына жер сезіліп тұр қытайский бір бәле екен. Қазір мынау тымашы болып кетпей ма, полностью салсам? Болмау керек негізі. Түсі жатқан түрін қарасаңыз, достар. Да жете ме? Осындай разогреватель. Міне. Аккуратно мына жерге салам. Үстінен су құяйын. Сразу мені сал жерін. Сал. Уже не прожитыр. Ойбай. Ё-моё! Болмау керек еді ғой осылай. Мен көп су құйып жібердім, по-моему. Достар, ыстық емес па? Қатты ыстық емес, қатты ыстық деп ойлама. Просто су кішкене көп болып кетті бізде. Аузын мықтылап жабайықшы. Жап қойдым, ұстап тұр. Төгіп алған суымызды жинап отыр. Bir ашып көрейік. Ай, мынау пысатын уақыт болды ғой, суда жатыр ғой, мынандай температурамен. Кішкене жылы су құю керек менің су кезде. Так бізде комната температура су болды. Лабжасы не болды? Лабжасы қалай? Пісті ме, піскен жоқ па? Көрініп тұр ма, көрініп тұрған жоқ па? Бірақ бу шығып жатыр. Походу қазір не разогнался, қазір піседі ғой дейме? Енді қайнады енді ғана. Енді қайнап жатыр. Короче, міне енді піскен сияқты. Да, вилкамен қарайсың. Но жоқ, мынау картошка емес, мынау речка сияқты бір нәрсе. Ішінде ана жерде қайнап жатыр бәрі. Міне осындай бір зат бар, овощтар әртүрлі какой-то қытайский. Я дұрыс айтасың, речкалар ғой мынау, речканың түр-түрі. Бульонымыз прям менің ойымша уже нормально ысыған сияқты. Көрейік, тура осы істеп пісіп атқан кейінде. Картошка сияқты. Короче, кореялық ашы, қытайлық ашы әртүрлі екеннен. Шын айтайын, ана ланжоудың несі бар ғой? Тағамдары соған приправасы дәл сондай болып тұр. Қатты құсады. Кореялық ашы заттар теңіздің дәмімен, е? Қытайлық ол. Қытайлық ана прям бұрыш, анандай прям шөптің ашы несі сезіліп тұрады, е? Саған қайсысы ұнайды, кореялық па? Маған қазақша ұнайды. Лабжасын көрейік. Ыстық мынау. Мынау стеклянный лапша, е? Назатты көрейік, мынау не бәле? Так, мен де алдым міне осындай затты. Біз вроде әлі дұрыс дайын болмаған түрін жеп жатырмыз, е? Тым майлы ғой мынау. Сезіп тұрсың ба? Сезіп тұрмын. Приправалар қарсы қанша? Қарсыш? Ужас, 1045 приправа ішінде жатыр ғой. Вилканың үсті май ғой, мен қараңдар. Прям май езіліп жатыр. Сорпасын үстінің бетінде май прямо. Мен, короче, екі баға қояйын. Дәміне мен былай қоям, ал былай комплектациясы, ыңғайлылығы. Мысалы, сол жерде тұратын адамдарға мына дәм ұнайды ғой. Сол себептен былай қояйын. Чисто комплектациясы ерекше болғандықтан, содан сондай баға беремін. Достар, бүгінгі видеомыз ұнаған болса, міндетті түрде өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар, ойларыңызды қалдырыңыздар. Немесе сұрақтарыңызды жазсаңыз болады. Келесі видеода кейбір сұрақтарды осылай дайындалып жатқан кезде тамақ біз оларды оқып жауабымызды беріп отырамыз. Және де қандай заттарға бізге обзор түсіруге болады, қандай заттар, қандай жалпы видеолар түсіруге болады, соларды жазып кетіңіз. Міндетті түрде лайк басыңыз, төмендегі подписаться батырмасын осылай басыңыз, арнаға тіркеліңіздер. Ал бүгін сіздермен болған мен Әділ, Али, бүгінге осы пазлға жазыл. Мына жер ыстық болып кетті ғой. Тітіркеніп кетті ғой денем, білесің бе? Не понравилось? Ұнамай қалды, шын айтам. До того ұнамай қалды, что басқа заттарды жей алмай қалдым ғой, білесің бе? Че, петличкаларды өшірейік пе? Давай өшірейік.